Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Біз бүгін Аяз би ертегісінің 3-ші бөлімін айтатын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Аяз би ертегісі 3-ші бөлім. Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер, дейді уәзірлер кеңесіп. Жақсы тақсыр, жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер. Ол өлген соң жесір әйелді сіз оңай аласыз, дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде жаман жатыр. Әйелі төрдегі шарайнаға қарап, өз көркіне өзі таң қалып, жаманға сөйледі. Мен осы Тәңірінің ісіне таңмын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді, арасы жер мен көктей адамдарды бір-біріне қосып қойған. Тәңірінің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме қарасам 14-інде туған ай сияқтымын. Саған қарасам суы біткен көлдей, қара майы біткен шелектейсің. Жаман басын көтеріп алып: жоқ, олай емес. Атамыз адам бейіштен қуылып шығып бара жатқанда, Тәңірі: адам, бейіш сенің үшін жаратылып еді. Шайтанның азғырумен шығып барасың. Енді бейіштен қалағаныңды ала кет, деген еді. Сонда адам: Тәңірі, сенің қандай затыңның қадірлі екенін қайдан білейін, деген соң, адамзатқа пайдалы 3 затым бар. Біреуі қыдыр, біреуі бақыт, біреуі ақыл. Осының бірін ал, деген екен Тәңірі. Сонда адам ақылды алыпты. Ақыл тұрмаған жерде біз де тұра алмаймыз, деп қыдыр да бақыт та ақылға табынған екен. Сол сияқты сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Менің қаралығыма, қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің, деп қарқ-қарқ күледі. Әйелі жаманның сөзіне күліп, артына қараса, пердесі ашулы екен. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп, есінен танып құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып қайтады. Келген соң хан: сен кеткелі көп уақыт болды, сен мұнда жұртты иіріп отырғызып қойып қайда кеттің, дейді. Жігіт басынан өткен оқиғасын айтқан соң, әуелде әйелге ғашық қан онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң жаман: ханға барайын ба, деп әйелінен ақылдасады. Әйелі: бар, сені барса келмеске жұмсарын көптен-ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік жылжыған жорға мінбе. Жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң сен де қайт. Орман ішіне апарып атыңды сойда, етін алып кел. Соны қорек қылып жата береміз, дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөзін бастайды. Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт етемін. Барсаң айтамын, дейді. Жақсы, барайын, дейді. Жаман ризалығын көрсетеді. Барса келмес дейтін жерде інжулі қой дейтін қой бар, деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс, сойса терісі бір адамға тон, дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Інжулі үйрек деген үйрек бар, қанаты күміс, басқа жері алтын, дейді. Соны тәж қылып кигім келеді. Дәудің інжулі қара арғымағы бар, бір шапқанда 100 шақырым шабады, дейді. Соны мінгім келеді. Міне осы жұмыстарға барасың, деп жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша жаман да кейін қайтып, Қаратоғай дейтін орманға апарып, атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып, тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні жаманның үйіне жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап: адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келгені жаманы еді.
Жаман болса да ақылына риза болып тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп бір жұмысқа жұмсай қойып едім, келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін. Сені қор қылып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе жеңге мұра деген, қолыма алып бағармын деп үгіт айтады. Әйел отырып: Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше сенің қолыңда бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар еді. Кешегі қыз күнімде болса бір сәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға алмаспын, әуре болма, дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң қатын байын шақырып алып: Бар енді, ханның жауабын өзің бер, деп қоя береді. Хан да барына барып тағына отырады. Жаман да сәлем беріп кіріп барады. Хан сасып қалып: Қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер, дейді. Жаман тұрып: Әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын деп қылышымды суырып алып қуып кеттім. Өз ауылыма апарып қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ма деп отырмын, дейді. Хан не дерін білмейді, бір қызарады, бір бозарады. Жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: Мен айыптымын, менде бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Бұлар енді иә саған, иә маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш, дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, Жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Құрметті оқырмандар, Аяз би ертегісінің 3-ші бөлімі осымен аяқталды. Сіздерге ертегі ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.